артық салмақ қосу. Ұмытшақтық. Ойды жинақтай алмау. Үнемі шаршап жүру. Ұйқының қанбауы. Сізді немесе жақындарыңызды осындай қиындықтардың бірі мазалап жүрме. Бұл белгілер кездейсоқ емес. Олардың себебі сіз ойлағаннан әлдеқайда маңызды болуы мүмкін. Келіңіз, жауабын бірге іздейік. Қарапайым, бірақ пайдалы кеңестер арқылы сіздің денсаулығыңызды жақсартуға көмектесуге тырысамыз. Сізге немесе жақындарыңызға пайдасы тисе, бұл біздің ең үлкен жетістігіміз. Дұрыс тамақтану дегенде, көп адамдардың санасына тек 3 мезгіл тамақты уағында жеу деген ұғым келеді. Бірақ бұл толық түсінік емес. Ең алдымен белгілі бір уақытта тамақтанбаса, ағзаға зиян деген ескі түсініктен арылатын уақыт келді. Шын мәнінде ең дұрысы денеңіздің сигналдарына құлақ асу. Егер қарныңыз ашпаса, немесе тамақтанғыңыз келмесе, өзіңізді мәжбүрлеудің қажеті жоқ. Ағзаңыз өзінің қажеттілігін жақсы біледі. Бұл видеоны соңына дейін қарап, сіздің тамақтану әдетіңіз қаншалықты дұрыс екенін және оны жақсарту жолдарын анықтап көріңіз. Сіздің денсаулығыңыз біздің басты мақсатымыз. Бірінші, табиғи емес азықтардың зияны. Қазіргі таңда өңделген азық-түліктер біздің күнделікті өміріміздің бір бөлігіне айналып кетті. Алайда олардың зиянды жақтарын ескеру маңызды. Мұндай азықтардың құрамында жиі кездесетін консерванттар, дәм күшейткіштер және басқа да химиялық заттар аллергияны тудырып, асқазан ішек жолдарының жұмысына теріс әсер етеді. Сонымен қатар, трансмайлар жүрек-қан-тамыр жүйесінің ауруларының қаупін арттырып, артық салмақ пен холестерин деңгейінің көтерілуіне әкеледі. Түрлі жасанды бояғыштар мен хош иістендіргіштерді ұзақ уақыт бойы пайдалану онкологиялық аурулардың пайда болуына себеп болуы мүмкін. Мұндай азықтарға қандай өнімдер жатады? Өңделіп қораптарға салынған тағамдардың көбісі, мысалы, чипс, дайын тағамдар, тәтті сусындар, осы санатқа жатады. Табиғи емес азықтарды үнемі тұтыну денсаулығыңызға зиян келтіретінін есте сақтаңыз және табиғи тағамдарға көбірек мән беріңіз. Екінші, тұзды аз тұтынудың зияны. Тұз ағза үшін маңызды минерал, оның негізгі құрамы натрий мен хлор иондарынан тұрады. Бұл элементтер ағзадағы суды теңгерімде ұстап, бұлшықеттердің дұрыс жұмыс істеуін және қан қысымын реттеуде үлкен рөл атқарады. Ал оны аз тұтынатын болсаңыз келесі ауруларды тудырады. Ағзада натрийдің жетіспеуінен бұлшықеттердің әлсіреуі, тіпті жиі құрысуға әкеледі. Натрий ағзада суды ұстап тұруға көмектеседі. Оның жетіспеуі нәтижесінде ағза тез сусызданады. Бұл бас айналуға, әлсіздікке және тез шаршауға себеп болады. Тұздың тапшылығынан қан қысымының тым төмендеуіне әкеліп, бас айналу, көз қарауыту сияқты белгілер туындайды. Сондықтан, жапон ғалымдары әр адам күніне кем дегенде 15 грамм таза тұз тұтынуды ұсынады. Ал артық қабылданған тұз тер немесе кіші дәрет арқылы сыртқа шығып тұрады. Үшінші, қантты көп тұтынудың зияны. Қантты көп тұтыну инсулинге төзімділіктің дамуына себеп болады. Бұл өз кезегінде қант диабетінің пайда болу қаупін арттырады. Сонымен қатар, қант тез энергия көзі болғанымен, артық мөлшері ағзада майға айналады. Бұл артық салмақ қосуға және семіздікке әкеледі. Әлемдегі ең тәтті, дәмді заттың адамдарды ең көп ауруға шалдықтыратынын біле бермейміз. Қанттар сіздің аузыңызға кірмей жатып зиянын тигізеді. Айталық, қант тістердің эмалін бұзып, бактериялардың дамуына ықпал ететіндіктен тісте болатын және асқазанда болатын түрлі ауруларды тудырады. Зерттеулер қантты шамадан тыс тұтынудың холестерин деңгейін жоғарылатып, жүрек ауруларына әкелетінін көрсетіп отыр. Табиғи емес қанттардың қатарына кез келген кәмпиттер, торттар, тағы басқалар жатады. Төртінші, ақ ұнды көп тұтынудан болатын зияндар. Ақ ұнда пайдалы талшықтар, дәрумендер өте аз.
Оны үнемі тұтынудан, асқырту жүйесінің бұзылуы, қан деңгейінің көтерілуі, артық салмақ, ми жүрек қан тамырларының тосылуы, сол арқылы басқа да көп аурулар пайда болады. Бұған бидай ұнынан жасалған кез келген тамақ түрі жатады. 5. Энергетикалық сусындардың зияны. Энергетикалық сусындардың зияны туралы нақты ақпараттар өте көп. Солай болса да адамдар одан арыла алмай келеді. Себебі оған деген тәуелділіктерінің нәтижесінде ақиқатқа көз жұма қарауға мәжбүр. Энергетикалық сусындар көңіл күйге уақытша әсер етеді, бірақ уақыт өте келе құрамындағы кофеиннің әсерінен жүрек қағысының бұзылуына, ұйқының бұзылуына, қан қысымының жоғарылауына әкеліп соғады. Демек, жүрек қызметі бұзылса, адам ағзасында кез келген аурудың пайда болуына үлкен мүмкіндік туындайды деген сөз. Бұл түрдегі сусындардың атын атап, түсін түстеп жатпасақ та ішетіндер жақсы біледі. 6. Тамақты алаңдап отырып жеудің зияны. Адам тамақ кезінде басқа бір нәрсеге алаңдап отырса, тамақты дұрыс шайнамай қалуы мүмкін. Оның нәтижесінде ас қорыту бұзылады, тіпті өзінің тойғанын сезбей, артық тамақ жеу қаупі артады. Егер адам тамақтану кезінде қайғырып, қатты назаланып отырса, адам ағзасында түрлі қатерлі ісіктердің пайда болу мүмкіндігін арттырады екен. Тамақтану кезінде адам нелерге алаңдауы мүмкін? Жақсы жағын айтсақ, студенттер болса сабақ қарап отырып, кітап оқып отырып тамақтанады немесе телефон қарап отырып тамақтанады. Әр екі жағдайдың да адамның назарын тамақтан басқа нәрсеге аударып, жоғарыда айтылғандай нәтижелерге апаруы мүмкін. 7. Үнемі асханалардан тамақтанудың зияны. Асханаларда жиі қолданылатын трансмайлар жүрек қан-тамыр ауруларына әкелуі мүмкін. Ондағы гигиеналық талаптардың сақталмауы ішек инфекцияларын туындатады. Асханаларда табиғи емес тағамдар жиі қолданылатындықтан, үнемі асханалардан тамақтану пайдалы дәрумендердің жетіспеушілігіне әкеледі. Асханадан тамақтану қажет болған жағдайдың өзінде кез келген асханаға кіріп тамақтана бермеңіз. Ортасына, тазалығына және басқа түрлі жағдайына үнемі мән беріңіз. 8. Фастфудтың зияны. Бұны айтушылардың біріншісі біз емеспіз. Бұл туралы ақпарат жеткілікті. Десе де, басты зияндарын айта кетпесек болмас. Фастфуд калориясы жоғары болғандықтан салмақ қосуға ықпал етеді. Қандағы холестерин деңгейінің көтерілуіне әсер етеді. Трансмайлар мен химиялық қоспалар онкологиялық ауруларды тудыруы мүмкін. Газдалған сусындармен бірге қолданған жағдайда асқазан ішек жолдарының ауруларын туындатады. Фастфуд түрлеріне жататын тағамдарды жастар жағы жақсырақ білуі мүмкін. 9. Кола сусындарының зияны. Кола сусындары қазіргі таңда әлемді жаулаған танымал сусындар. Олардың қандай сусын екенін айтпасақ та, еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейін өте жақсы біледі. Коланың құрамындағы фосфор қышқылы кальцийдің синтезделуіне кедергі жасайтындықтан сүйек тығыздығы төмендеп морт болады. Сондай-ақ құрамындағы жоғары қышқылдықпен қан тіс эмалінің зақымдалуына әкелсе, құрамындағы кофеиннің диуретикалық әсерінен адам жасушалары сусыздануы мүмкін. Ал құрамындағы басқа да қоспалар бауыр мен бүйректі ауыр дәрежеде зақымдайды. Үнемі кола ішетіндердің уәжі, үнемі кола ішемін, маған еш нәрсе болмады ғой, дейді. Әлбетте, әр адамның иммунитетінің, денсаулық деңгейінің ұқсамауына қарай әсерін бірден байқамауы мүмкін. Өйткені үнемі темекі шегетін адамдар да осы уәжді көлденең тартады. Оның дене қуатының күштілігі, өкпесінің жартысы ыс-түтекте қалып, қартайғанын оған сездірмейді. Бірақ, жас ұлғайып, уақыт өте бәрібір адам қуаты кемейді. Сол кезде, жаңағы бүлінген ағзалардан бастап сыр бере бастайды. Олай болса, бұл ақпараттарды бүгін естісеңіз, өз денсаулығыңызды сақтап қалуға әлі де уақытыңыз бар болғаны. Есіңізде болсын, адам ағзалары қандай да бір дұрыс болмаған азықтану әдетінің әсерімен бүлінген болса, сол әдетті жақсы әдетке өзгерткен күннен бастап адам ағзасы өз-өзін емдеуді бастайды. Әлбетте, ондай кезде дене түрлі ауырсынуларды сезінуі де мүмкін. Осылай, мәлім мерзім өткенде бүлінген ағза толық қалпына келе алады. Бұл ойымызды келесі зерттеулер растап отыр.
Дұрыс емес тамақтану әдеттерінен бас тартып, ағзаны табиғи және теңгерімді тағамдарға бейімдеу арқылы дененің өзін-өзі емдеу қабілетін іске қосуға болады. Жапондық дәстүрлі кампа медицинасы ағзаның ішкі мүшелерін үйлесімді жұмыс істетіп, жасушалардың қалпына келуіне ықпал ететін механизмдерді қолданады. Зерттеулер көрсеткендей, зиянды тағамдарды алып тастап, пайдалы және табиғи азықтарды тұтынғанда ағза өзін-өзі қалпына келтіру процесін бастайды. Бұл процесс кезінде детоксикация жүреді. Ол кейде ауырсыну немесе ыңғайсыздық сезіммен қатар жүруі мүмкін. Бірақ бұл дененің сауығуға бағытталған табиғи реакциясы. Олай болса, баршаңызға адал ас, мықты денсаулық тілей отырып бүгінгі кеңесімді тамамдаймын. Кеңесіміз шынымен пайдалы деп есептесеңіз, мына 3 әрекетті жасауды ұмытпаңыз. Ол осы кеңесімізді тіпті де көп адамның көруіне себеп болады. Бірінші, ұнаса лайк басу. Екінші, кез келген пікіріңізді комментарийге жаза кету. Үшінші, достарыңызбен бөлісу.